Сәлем достар, біз бүгін үй жағдайында лагманды жасауды бастаймыз. Бізге керегі бірінші ет. Етті жақсылап майымызды қыздырып, етті жақсылап қуырып аламыз. Қызарып, әбден қып-қызыл болғанша жақсылап қуырып аламыз. Бұл үй жағдайында жасалатын, күнделікті қолданатын заттармен жасалынады. Етті қуырып алғаннан кейін үстіне сәбізімізді саламыз. Сәбізімізді жақсылап қуырып аламыз. Bir келкі етіп, әбден қуырамыз. Сәбізді салып қуырып жатқанда ет жұмсақ болады. Одан үстіне картофымызды саламыз өзіміздің. Бұл жерде ешқандай артық ештеңе жоқ. Картошканы қуырамыз, оның үстіне әдемілеп қызарып томат саламыз. Әрқайсысын 2-3 минутқа қуырып отырамыз. Томатымызды салып қуырып аламыз жақсылап. Картошканы, сәбізді, етті бәрін 4 бұрышты қылып көбіктеп тураймыз. Үстіне тұзымызды саламыз жақсылап. Тұзды салып араластырып қызарғанша қуырамыз. 5 минут томатты тұзды салып қуырып болғаннан кейін үстіне су құямыз. Су құйып 15-20 минут қайнатамыз. Ал мына екінші ыдысымызда су қайнап жатады. Мен арнайы осы 4 бұрышты қамырды алып, осымен лагманның қамырын жасайын деп жатырмын. Яғни қазір бізде асығыстан, мысалы, қамыр жайып, лагман қамырын созуға уақытымыз тығыз болғанына байланысты, осындай дайын қамырды қолдана берсеңіздер өте дәмді шығады. Қамырымызды дайындап сүзіп алып, ыстық жылы мұздай суға салып, сүзіп алып, одан кейін кішкене үстіне май қойып, осындай жеке дара-дара қылып создырып қоямыз. Одан мұнда біздің подливіміз қайнады жарты сағат, оның үстіне редка саламыз. Қалқан дейді қазақшасы, редка и кішкене чеснок салып жібереміз. Сөйтіп 3 минут қайнатамыз. Сосын біздің подливіміз дайын болады. Қамырымызды дайындап, подливімізді құйып жібереміз. Ас болсын достар. Егер рецепт болса, каналыма жазылып, лайк қойып кетіңіздер. Мен сіздерді қарапайым әдістермен жасалынатын жақсы рецепттермен таныстырамын. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.